Қымбатты білім алушылар, параграф 21 туындының көмегімен функцияны зерттеу және оның графигін салу. Функцияны туындының көмегімен зерттеу алгоритммен танысыңдар. Алгоритмді қолдану арқылы функцияны зерттеуді және графигін салуды үйренеміз. Ол үшін алгоритм бойынша бірінші функцияның анықталуысын табамыз. Екінші функцияның жұп тақ немесе периодтылығын анықтаймыз. Үшінші функция графигінің координата осьтерінің қиылысу нүктелерін анықтаймыз. Төртінші таңба тұрақтылық аралықтарын табамыз. Бесінші өсу кему аралық экстремумдарын табамыз. Алтыншы зерттеу нәтижелерін кестеге енгіземіз. Жетінші функция графигін саламыз. Мысал, y тең x куб плюс 3x квадрат функциясын зерттеу және графигін салу. Ең бірінші біз функцияның анықталу обысын табамыз. dy тең r. Бұл барлық нақты сандар жиынын білдіреді. Екінші, жұп тақ периодтылығын анықтау үшін y минус x тең минус x кубтың орнына әкеп қоямыз, және де мына x квадраттың орнына минус x әкелеміз. Тақ дәрежеде бізде теріс сан шығады. Квадрат, яғни жұп санда бізде оң сан шығады. 3x квадрат. Бұл табылған функциямыз жұпта, тақта, периодта да емес. Үшінші, y осімен x тең 0. y0 тең x-тің орнына 0-ді әкеп қоямыз. 0-дің кубы қосылған 3 көбейту 0-дің квадраты тең 0. 0 және 0 болады. X осімен y тең 0. y-тің орнына 0-ді әкеп қоямыз. X квадрат жақша сыртына шығарамыз. X қалады, қосу 3 тең 0. X квадрат тең 0-ден 0 шығады. X плюс 3 тең 0-ден X тең минус 3 шығады. Минус 3-ден 0 болады. Төртінші қадамымыз, біз таңба тұрақтылық аралығын анықтаймыз. Ол үшін x тең 0 және x тең минус 3 нүктелерін x тең 2, y2 тең 2-нің кубы қосылған 3 көбейту 2-нің квадраты тең 20 шығады. 20 0-ден үлкен. X тең минус 2, y тең минус 2-ні әкеп қоятын болсақ, онда минус 2-нің кубы минус 8, минус 2-нің квадраты плюс 4, 3 жердегі 4 12, 12-ден 8 азайтсақ 4. Яғни бұл жерде бізде ол 0-ден үлкен болады. Енді минус 4 әкеп қоятын болсақ, минус 4-тің кубы және де минус 4-тің квадраты. Нәтижесі минус 16 шығады. Кіші ол 0-ден. Сан аралығында белгілеген кезде 0-дің оң жағында бір сан жатады. Яғни бұл бізде оң таңбаны білдіріп тұр. Және де минус 3 пен 0-дің ортасында бізде минус 1 бар. Бұл жерде оң аралықты білдіріп тұр. Минус 3-тің сол жағында минус 4, ол минус аралықты білдіріп тұр. Демек, минус 3-те 0 және 0-де плюс шексіздік аралығында fx функциясы 0-ден үлкен, ал минус шексіздік пен минус 3 аралығында функциямыз 0-ден кіші. Енді 5-ші қадамға келді. Өсу кему аралық экстремумдарын табу үшін біз бастапқы функциядан туынды аламыз. Яғни x кубтың туындысы 3x квадрат болады, 3x квадраттың туындысы 6x болады. Енді осыны біз 0-ге теңестіріп аламыз. Жақша сыртына 3x шығарып, 3x x қосу 2 тең 0 деп аламыз. 3x тең 0 дегенде x 0-ге тең болады, x қосу 2 тең 0 дегенде ол минус 2-ге тең болады. Бұл сандық нүктелер болып табылады. X тең 1, y'1 тең 1-ді қоятын болсақ, 3 көбейту 1-дің кубы қосылған 6 көбейту 1 тең 9, ол 0-ден үлкен. Сан аралығында сызатын болсақ, 0 мен минус 2-ні 0-дің оң жағында плюс аралық жатады, минус 2 мен 0-дің аралығында минус аралық, ал минус 2-ның сол жағында плюс аралық жатады. Олай болса, минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және 0-ден плюс шексіздікке дейін біздің функциямыз өспелі болады. Ал минус 2 мен 0 аралығында, минус 2 мен 0 аралығында жерде біздің функциямыз кемімелі болады. Яғни, мына жерде бізде функциямыз өспелі, мына жерде кемімелі, мына жерде өспелі функция. Енді бізде x тең минус 2 ол максимум нүктесі болып табылады, x тең 0 минимум нүктесі болып табылады. Y минус 2 минус 2-ні орнына әкеп қоятын болсақ, кубы қосылған 3 көбейту минус 2-нің квадраты, нәтижесі 4 шығады. Яғни
x минус 2 болған кезде y-іміз 4-ке тең. Y 0-ге тең болған кезде 0-дің 3 дәрежесі, 3 көбейту 0-дің 2 дәрежесі тең 0. X-імізде 0, Y-імізде 0 болады. Бұл жерде біз өсу кему экстрем нүктелерін анықтап алдық. 6-шы енді зерттеулер нәтижесін 110-шы беттегі 11-шы кестеге қарап енгіземіз. 7-ші графигін салу үшін минус 2 мен 4 нүктелерін тауып аламыз. Яғни бұл B нүктесі бізде. Біздегі функциямыз минус шексіздіктен минус 3-те бізде өсіп, 2-ге дейін өсіп жатыр, ал 2 деген нүктеде бізде 0-ге дейін кеміп жатыр. 0-ден қайтадан 1-ге дейін ол өсіп жатыр. Функциямыз өспелі болады екен. Туындының көмегімен функцияны зерттеу және оның графигін салу үшін алгоритм бойынша бірнеше қадамдардан өтеміз. Бірінші қадамы анықталу облысы туралы еске түсіріп кетейік. Анықталу облысы көп мүше түрінде, бөлшек түрінде, түбір түрінде берілуі мүмкін. Мысалы, көп мүше түрінде берілген кезде x квадрат азайту 3x, x қосу 4, минус 2x қосу x куб. Мұндай түрде берілген функциялар анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны болады. Ал бөлшек түрінде берілсе, мысалы, x бөлінген x минус 2, біз бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек деп қарастырамыз. Яғни, егерде мына теңдеу минус x минус 2 тең 0 емес, 0-ге тең емес. Бұл жерден x тең емес 2 оң жаққа шығады. Егерде 2-ге тең болатын болса, бөлшектің бөлімі 0 болады, біз қандай да санды 0-ге бөле алмаймыз. Ал енді мұндай бөлшек түрінде берілген функцияның анықталу облысы минус шексіздікпен 2. Яғни 2-ден басқа сандардың барлығы осы жердің теңдеудің шешімі бола алады деген сөз. Және де 2-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни 2 саны кірмейді, 2-ден өзге сандар. Тағы сол сияқты 3x қосу 2 бөлінген 4 азайту x квадрат. Бұл жерде де бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. 4 x квадратты оң жаққа өткіземіз. Квадраттан құтылу үшін түбір 4-тен плюс минус 2 шығады. Мұнда да жауабы анықталу облысы минус шексіздікке минус 2-ге дейін, бірақ 2-нің өзі кірмейді. Және минус 2 мен плюс 2-нің аралығындағы сандар кіреді. Және 2-ден плюс шексіздікке дейін, 2-ден өзге сандар. Бұл теңдеудің шешімі бола алады. Үшінші түбір түрінде берілуі мүмкін. Бұл түбірдің астында функция беріледі. Оны біз функцияны, түбірдің астында тұрған функцияны 0-ден үлкен немесе тең деп қарастырамыз. Мысалы, түбір асты 3x. 0-ден үлкен немесе тең. X-іміз 0-ден үлкен немесе тең 0. Яғни, анықталу облысы 0-ден плюс шексіздікке дейін. Яғни, мына жақта үлкен сандар жатады. Сондықтан плюс шексіздікке дейін. Және мынау қатаң емес теңсіздік болғандықтан тік жақша болады. Келесі мысал, x квадрат минус 16 түбір астында. Түбірдің астында тұрған функцияны 0-ден үлкен немесе тең деп қарастырамыз. X квадрат жазып, 16-ны оң жаққа өткіземіз. Квадраттан құтылу үшін түбірге аламыз. Түбірден 16-тан 4 шығады. Жауап плюс минус 4. Енді мұны да санаралықта сызып, таңбасын анықтағаннан кейін барып, анықтау облысын жазатын болсақ, минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, және де 4-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл жерде қатаң емес теңсіздік болғандықтан біз тік жақшаны алады екенбіз. Яғни осы нүктеде анықталу облысына кіреді деген сөз. Келесі, екінші қадамда біз функцияның жүк тақтылығын анықтаймыз. Мұны да еске түсіріп кетейік. Егер f минус x тең fx шығатын болса, онда ол жүк функция болады. F минус x тең минус fx болса, онда ол тақ функция болады. Жүк функцияның графигі y координата осіне симметриялы болады, ал тақ функцияның графигі бас нүктеге қарағанда симметриялы болады. Симметриясы жоқ болса, функция жүк та тақ та емес болады. Мысалы, fx тең 5x квадрат деген функция беріледі. Оны жүк па тақ па тексеру үшін формула бойынша минус x деп аламыз. Енді осы минус x-ті мына жерге әкеп қоятын болсақ, минус x-тің квадраты жүк дәреже деп оң сан шығарды. 5x квадрат бұл жүк функция болып табылады.
Енді fx тең x куб минус x деген функция берілсін. Жұп тақтыққа тексеретін болсақ, минус x әкеп қоямыз куб дәреже, және мына жерге өзінің минус бар, минус x. Тақ дәрежеде бізде теріс сан шығады, екі минусымыз плюс болады. Минусты жақшаның сыртына шығарып жіберіп, жақшаның ішіне x куб азайтылған x. Бұл функция біздің алғашқы берілген функциямызға ұқсамайды. Яғни бұл ұқсайды, яғни алдында минус. Сондықтан бұл функция тақ функция деп аталады. Яғни алғашқы функциямыздың алды плюс болса, мына жерде минус болып шықты. Бұл тақ функция. Келесі fx тең 2x квадрат плюс 1 бөлінген x. Тағы да минус x-ті әкеп орнына қоятын болсақ, 2 көбейтілген минус x-тің квадраты қосылған 1 минус x. Бұл жерде жұп дәреже болғандықтан оң сан шығады 2x квадрат. Мына минусына жерге келіп минус 1 бөлінген x. Бұл жерде мына соңғы шыққан функциямыз мына алғашында берілген функцияға мүлдем ұқсамайды. Сондықтан бұл функция жұпта тақта емес болып саналады. Үшінші қадамымызда координаталық осьтердің қиылысу нүктелерін анықтау. Мысалы, бізге y тең x квадрат минус 4 деген функция берілген болсын. Оны ең алдымен ox осімен зерттейтін болсақ, y тең 0 деп аламыз да, x квадрат минус 4 y-іміз 0-ге теңестіреміз. Енді бұл жерде x квадрат 4-ті оң жаққа өткізіп, квадраттан құтылып, түбірге алатын болсақ, плюс минус 2 шығады. Жауабы минус 2, y-іміз 0, плюс 2, y-іміз 0. Ал енді OY осімен қиылысу нүктесін анықтайтын болсақ, x тең 0, ал енді осыны 0-ді әкеп мына жерге қоятын болсақ, бізде ол минус 4. Сонда бізде y-іміз минус 4 болады. Жауабы 0, x-іміз, y-іміз минус 4 болады. Мына жерде функция графигін салудың қарапайым жоспары берілген. Біз қазір бірінші, екінші, үшінші координаталық осьтермен қиылысу нүктесі бойынша төртінші қадамдарын еске түсіріп өттік, қалай зерттеу керек екен. Енді бізге 21-де 5-ші есепті шығарып көрейік. Y тең x квадрат көбейтілген x қосылған 3 функциясын зерттеу керек және графигін салу керек. Бірінші анықтау облысын табамыз. Барлық нақты сандар жиыны минус шексізден плюс шексіздге дейін. Яғни бұл берілген функциямыз көпмүше түрінде берілген. Сондықтан бұл барлық нақты сандар жиыны болады анықтау облысы. Екінші, жұп тақтылығын тексеру үшін f минус x тең, осы жерде x-ің орнына минус x-ті қоямыз, квадратын жазамыз, көбейту x-ің орнына минус x-ті қоямыз, плюс 3. Жұп дәрежеден плюс x квадрат шығады, минус x плюс 3. Бұл функциямыз жұпта тақта емес және периодты да емес. Яғни алғашқы функциямызға ұқсамайды. Үшінші, OY осі бойынша координаталық осьтердің қиылысу нүктесін анықтау үшін x тең 0 дейміз, y тең x-тің орнына 0-ді қоямыз, квадрат 0 қосу 3 тең 0. Бұл жерде бізде жақшаның ішінде 0, сыртында 0, y-іміз 0 болады, x-іміз де 0 болады. Енді OX осі бойынша қиылысу нүктесін іздейміз. Y тең 0, x квадрат көбейтілген x плюс 3, y-іміз 0. Бұл жерде x квадрат тең 0, бірінші түбіріміз 0 болады. Мына жерден 3 оң жаққа шығарда минус 3 болады, екінші түбіріміз. Енді төртінші координата осьтерінде таңба тұрақтылығын зерттейміз. Анықтаймыз. X осінде жаңа минус 3 пен 0-ді белгілейміз. 0-дің оң жағында 1 сан жатады, 0-дің сол жағында минус 1, және де минус 3-тің сол жағында минус 4 жатады. Сонда таңба тұрақтылығы оң және теріс болып анықталады. Бесінші, біз бұл жерде өсу, кему және экстремум нүктелерін анықтаймыз, кризистік нүктелерін анықтаймыз. Ол үшін біз туындысын аламыз осы функциядан. X квадрат көбейту x плюс 3 функциясын жазып, жақшаны ашып жіберейік. X куб плюс 3x квадрат. Енді осыдан туындалатын болсақ, 3x квадрат қосу 2 алдына түседі, 6x болады. Енді осы шыққан функциямызды 0-ге теңестіреміз. 3x жақша сыртына шығарамыз, x қосу 2 тең 0. 3x-іміз 0-ге тең болады, x 0-ге тең. X қосу 2-ден x тең минус 2 болады. Енді сан аралығында таңба тұрақтылығын анықтайық. Минус 2 және 0. 0-дің оң жағында 1, 0-дің сол жағында минус 1 және минус 2-ның сол жағында минус 3. Орындарына әкеп тексеріп көретін болсақ, бізде оң сан, оң
теріс, оң таңбалары анықталады. Енді осы алынған барлық зерттеу бойынша алынған мәндерді біз әкеліп алтыншы зерттеу нәтижесін кестеге енгіземіз. Яғни минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, минус 3, минус 3-тен минус 2-ке дейін, минус 2 және минус 2-ден 0-ге дейін, 0, 0-ден плюс шексізге дейін деп жазып аламыз. Келесі f' туындысынан алынған бөлім бойынша бұл жерде бізде минус шексіз бен минус 3-те плюс таңбасы болды. Минус шексіздіктен минус 3-те бізде туындысынан алынған мәнде плюс болды. Міне 9 болды. Одан кейін бар минус 3 пен минус 2 аралығында плюс, минус 2-де минус болды. Және оны орнына қойып зерттеген кезімізде бізде 0 болды. Енді 0-ден плюс шексізге дейін деп кестеге жазып алдық. Енді біз оның бір сарынды, теріс таңбалы бір сарынды өспелі, оң таңбалы бір сарынды өспелі мынау аралықта, және де оң таңбалы бір сарынды кемімелі мынау аралықта, және мынау аралықта оң таңбалы бір сарынды өспелі екенін анықтап алдық. Бұл жерде минус 2, x-іміз минус 2 болғанда біздің y-іміз плюс 4, яғни максимум нүкте болды. Минус 2-де 4. Енді осыны біз 7-ші қадам бойынша графигін саламыз. X өсінде минус 2-іміз, y өсінде 4. Бұл яғни максимум нүкте болып табылады. Және де минус шексіздіктен минус 3 нүктесі арқылы жүріп, біз осы минус 2 мен плюс 4 аралығында осы жер максимум нүкте екенін анықтап, төмен қарай қайтадан кемімелі графигіміз пайда болды. Мінекей, оқушылар, бізде осындай график пайда болды. Егер де видео түсінікті болса және ұнаған болса, менің комментарийіме пікір қалдырып, және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Пайдалы білім болсын.